Баршаңызға сәлем достар. Жұмыртқасыз еленетін кеспе дайындайтын боламын. Ең алдымен ыдысымызға қайнаған сорпадан кішкене құйып аламыз. Кеспеміз сап-сары әдемі болу үшін сорпамызға жарты қасық куркума қосамыз. Куркуманың ешқандай зияны жоқ, табиғи өніммен жасалған. Қамырымызды иін қандырып елейміз және 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша сәбізімізді, картоплымызды және жуамызды салып пісіріп аламыз. Дайын болған қамырымызға ұн себе отырып, жайып саламыз. Қамырымызды өте сұққа етіп жаюдың қажеті жоқ. Жайылған қамырымызды осылай бөліктерге бөлеміз. Жайылған қамырымызды ыстық пешке 1-2 минутқа кептіріп аламыз. Міне осылай қамырымыздың бәрін дайындап 1-2 минутқа кептіріп алдық. Ендігі қамырымызды орап кеспе жасаймыз. Кеспелерімізді осылай 1-2 минутқа ыстық пешке қойып кептіріп алсақ, бір-біріне жабыспай, езілмей пісіп шығатын болады. Картоп пен сәбізіміз пісті. Ендігі кезек кеспемізді салып, бір сарқылдап, бір қайнатып, оттың астын сөндіреміз. Осымен біздің кеспе сорпамыз дайын болды. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.